Так, достар, 2023 жылда келіп кірді. Міне қаңтардың бірі. Бүгін алғашқы фильмді көрдім. Осы жылдың алғашқы фильмі. Роберт Мареска деген режиссердің, қатты танымайды екем. Сол жігіт түсірген Lamborghini аңыз адам деген фильм. Бұл енді оқиға сол жер бетіндегі ең мықты суперкардың қалай пайда болғаны, соның төңірегінде өрнейді. Оның авторы Ферруччо Lamborghiniдің кейбір өмірінен там-тұмды алынған оқиғаларға негізделген көркем фильм. Алдымен фильмнің плюстарын айта кетейін. Бұл адамға шабыт сыйлайды. Жалпы мотивация туралы тоқталайықшы. Оның екі түрі болады екен мен білетін. Біріншісі бұл позитивті мотивация. Ол несімен ерекшеленеді? Сіз қандай да бір адамды көресіз, бір табысты, өнер тапқыш, сіздің де сол сияқты болғыңыз келеді. Мен осыған ұқсаймын, мен де сол жүрген жолмен жүріп өтемін, сол жеткен жетістікке жетемін деп жасау, бұл позитивті мотивация. Енді негативті мотивация бар, бұл мен мына адамға ұқсамаймын. Мен мынандай болмаймын, қараш қандай жаман, мен керісінше жақсы боламын деп жасау. Немесе қандай да бір адамға ерегесіп, маған сенбеді ғой, мен қазір бұларға дәлелдеймін, мен бұған көрсетемін деп жасау, осы негативті мотивация. Ендеше бұл фильмдегі Энцо Ферраримен кездесуі сахна, осы сахна бұл фильмнің негізгі тақырыбын айқындайды. Яғни фильм негативті мотивацияға құрылған. Әйгілі бір екеуінің арасында сахна бар ғой, Феррари мен Lamborghiniдің. Lamborghini барады ғой оған. Ол Ферраридің цепление дейді ғой, сол жердегі қателіктерін табады. Жалпы көптеген көліктің бойына қателіктерді табады да бірігіп жұмыс істеуге ұсыныспен барады Феррариға. Сонда Энцо Феррари оған айтады: сен трактормен айналысатын адамсың ғой, сен суперкарды, спорткарды қайдан білесің сен? Сен өзің шаруаңмен айналыссашы деп осылай айтып кетіп қалады. Осы сөзге ренжіген Lamborghini кейін оған дәлелдеу үшін суперкар жасауға кіріседі. Фильм осы бөлігінде адамды елтеді, көлік жасау барысында. Өйткені инженерлермен арадағы әңгіме, автомобиль көрмесіне дейінгі 6 ай уақыт қой енді. Сол уақытқа дейінгі үлгеру, двигатель жасау, көліктің қозғалыс күшін жасау, оны көлденеңнен қою, кейбір тұстарын шойынмен, кейбір тұстарын алюминий металлмен жасау деген секілді осындай шешімдері өте қызық фильмдегі. Енді өмірден алынған ғой, соны жақсылап көрсете алған. Бұл тұрғыдан фильм адамға өзіңнің қойған мақсатыңа жетпей тынбауды үйретеді. Мысалы, әдетте басшылық бір қандай да бір істі бастаса, бұған кедергі келтіретін адамдар көп болады, және олар көбінесе сол компанияның ішіндегі өзіне жақын адамдар болады. Қайтесің, ол қиын болады, оны қалай жасау мүмкін емес, қалай үлгересің деген секілді осындай әңгімелер көп болады. Мысалы, менің өзімде фильм түсірген кезде күн сайын түрлі кедергілерді жеңесіз. Сол кедергінің бірі командаға өзіңнің ойыңды дәлелдеу. Мен осынша уақытта осындай дүниені жасауым керек десең, көп адамдар сенбейді, немесе жасағылары келмейді. Міне, білікті басшының, қолбасшының, жолбасшының ерекшелігі сол: әр мүшемен сөйлесіп, команданың мүшесін сендіріп, өзінің ойына оларға мотивация бере алу. Ферруччо Lamborghini бұл тұрғыда кішкене актерлығы жақсы, бірақ та осы актерлықты айқындайтын диалогтары маған бір әлсіздеу болып көрінді. Сондай-ақ бұл жердегі тағы бір классикалық тәсілі маған ұнамаған әкесінің қарсы болуы. Мен осындай оқиғаларды көп көргім фильмдерде. Бір бала қандай да бір істегісі келеді, бірақ оған әкесі қарсы болады. Бұл білмеймін неге осындай нәрсе, әлде өмірде сондай ма? Мысалы, мен өмірде ондай адамдарды кездестірген жоқпын. Керісінше, мысалы, балалар бірдеңені жасаймын десе, әкелер көбінесе қолдап жатады ғой: істе балам, жаса балам, жет, байы, табысқа жет деп. Ал осындай бір ойдан шығарылған формуланың бір құрбаны болып жатады да әкелердің персонасы. Яғни әкелер жаман, әкелер әрқашан балаларға сенбейді. Содан кейін бірақ балалар ол әкелеріне дәлелдейді. Сонда әке бала үшін бір қарсылас секілді көрініп қалады да. Маған осы нәрсе ұнамады. Фильмдегі жалпы атмосфера бұл адамды мотивацияға жетелейді. Көруге ұсынамын, өйткені бізге қазір қазақ қоғамына осындай өнер тапқыштар туралы, ғылым білімге жақын адамдар жайлы фильмдер жетпей жатыр. Біз сол әнші, биші, той, тағы сондай деңгейінде қалып қалдық. Бұл өтпелі кезеңнің сондай бір дерті шығар. Бірақ мен осы Lamborghini сияқты, Ford және Ferrari, тағы да өндірісі Стив Джобстың оқиғасы жайлы жалпы өнер тапқыш осындай өндірістік туралы фильмдерді көптеп түсіруге мен қуана құптаймын.